Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді көрермендер. Қазіргі таңда әлеуметтік желіні ашсақ, дінге қатысты көптеген ақпаратқа кез боламыз. Бірақ олардың барлығы пайдалы ма? Кейде желідегі ақпараттың соңы адамды адастырып, түрлі экстремистік көзқарастарға алып келуі мүмкін. Бүгін әлеуметтік желіде таралып жатқан діни контенттің мазмұнына үңіліп, сол контенттің дұрыс-бұрыстығын анықтайтын мамандарды студиямызға қонаққа шақырған болатынбыз. Қонақтарымызды таныстырып өтсек, бүгін бізде қонақта Мәдениет және ақпарат министрлігінің Дін істері комитетінің басқарма басшысы Жапал Әмзебекұлы және Астана қаласының Дін істерді зерттеу орталығының бөлім басшысы Арулан Қуатов. Олай болса, аға, бүгін сұрақты екеуіңіз де дін істерінің мамансыздар. Бірінші сұрақ, жалпы әлеуметтік желідегі интернеттегі діни экстремизмнің көріністері қандай? Ол неден байқалады? Қарапайым адам ретінде мен қалай біле аламын, ол дұрыс ақпарат немесе бұрыс ақпарат екенін? Өте орынды сұрақ. Енді әрине біз енді қазіргі таңда қоғамда әлеуметтік желінің пайдаланушылар өте жыл сайын тек қана біздің елімізде ғана емес, әлемде бұл үрдіс қазір артып келе жатыр. Енді жаңа сіздің айтқан экстремистік ақпаратты қалай анықтауға болады деген келетін болса, ол жерде әрине біздің бірінші кезекте осы уақытқа дейін жалпы мынау айтамыз ғой, жалпы адамзат құндылықтары, сонымен бірге жалпы ұлттық құндылықтар тұрғысынан, болмаса басқа да құндылық тұрғысынан бұл жерде біз бірінші кезекте бұны осы қалыпты жағдайда құндылықтарға өзінің бір қарсы көзқарастарынан жалпы не қылуға болады. Өйткені оның үшін мысалы ең қарапайым нәрсе бұл жалпы адамның сеніміне байланысты. Мысалы кез келген адамның сеніміне, кез келген адамның ұстанымына байланысты. Біз айтамыз, әр уақытта біз адамның сенімін, оның көзқарасын құрметтеу. Бұл жалпы әлемде бар құндылық, әлемдегі жалпы құндылық адамның, жалпы оның ішінде сайлау құқығы, болмаса басқа да осы адамның өзінің жалпы заңмен, конституциямен берілген құқықтары бар. Мысалы бізде сенім бостандығы деген бар. Әркім өзі сенім бостандығын өзі қалыптастырады. Яғни біз ешкімді сенім бостандығына қарап шектей алмаймыз, болмаса оның сенім бостандығына қарай оны ешкім бөлектей алмайды. Сондықтан бірінші кезекте осы мысалы олардың көбінесе деструктивті, болмаса жаңағы экстремистік ұйымдар көбінесе осы адамдардың сеніміне қатысты өздерінің бір радикалды көзқарастарын білдіреді. Яғни ол бірінші кезекте басқа сенімдік адамдарды, болмаса басқа көзқарасты адамдарды, оларды жағымсыз түрде береді. Яғни оларға деген өздерінің қарсы көзқарастарын, өздерінің радикал идеологияларын осы аудиторияға таратқысы келеді. Яғни тек қана біздің көзқарасымыз ғана дұрыс, басқа көзқарастардың бәрі бұрыс. Оларға қатысты біз түрлі, мысалы адамның санасына сыймайтын түрлі радикалды іс-әрекеттерге шақырады адамдарды. Бұл бірінші кезекте жалпы осы радикалды ұйымдардың бір белгілерінің бірі. Енді бұл шақыртулар қоғамға, интернет қолданушыларына қалай әсер етеді? Енді кез келген адам сол шақыртуға еліктеп кете бере ме, әлде бір тактикамен жүргізіле ме? Енді бұл жерде ол әрине өзіңіз білесіз, қазіргі таңда жаңа медиа, сонымен бірге қазіргі таңда психологиялық, болмаса айтады ғой, информационное воздействие деп, яғни ақпаратты ықпал ету, оның ішінде адам санасын ықпал ету, адам жүрегін ықпал ету, эмоциялық мысалы контенттер деген сияқты сондай түрлі әдіс тәсілдерге барады. Яғни олардың мақсаты адамды бірінші кезекте арбау, оған жаңағы манипуляция жасау, осындай түрлі өздерін, болмаса оның ішінде тағы да тек қана ақпараттық қитұрғы әрекеттер емес, сонымен бірге психологиялық әдіс тәсілдер қолдану мүмкін. Осы жалпы аудиторияға әсер ету мақсатында. Әрине келесі екінші фактор бұл жалпы осы айтамыз ғой, топтар деп, әлеуметтік топтар, оның ішіндегі бірінші кезекте осы жалпы осал топтарға көбінесе өзінің аудиториясын таңдайды. Осал топтар әрине олардың өзіндік белгілі деңгейде санасы қалыптаспаған, болмаса белгілі деңгейде өзінің бойында рухани иммунитет қалыптаспаған аудиторияға көбінесе өздерінің ақпараттарын, өздерінің идеологияларын таратуға тырысады. Енді бұл жерде Арулан да өзі осы сала маманы болсын, өзі қосып кетер деген ойдамын. Жалпы мынау мен өзім де жаспын ғой. Бізде енді ақпараттық технологиялар, күнделікті телефон болсын, басқа да технологиялар, әлеуметтік желілер, бұл біздің бір енді бүгінгі күннің бұл бір шындығы, оны біз қабылдауымыз қажет. Яғни біз бұдан бөлек бір өмір сүре алмаймыз. Яғни қоғамымыздың жалпы өмірімізге,
барлық дүниеге жаңағы тереңнен кіріп кеткен дүние технологиялар. Бұны әрине біз енді қалай пайдаланамыз, ол да мәселе. Яғни жақсы жағынан да немесе осындай теріс пиғылдарға да пайдалануға болады. Енді бұл тұрғыдан алғанда әртүрлі жаңағы экстремистік, террористік ұйымдар осы бір ақпараттық технологияларда жаңағы жаңа медианың болсын, осы цифрлық технологиялар мүмкіндіктерін орысша айтқанда максималды тұрғыда пайдаланып жатыр. Яғни тіпті осы әлемдегі үлкен державалардың өзі осы тұрғыдан алғанда тіпті кейбір жағдайда олардың алдында ала алмай қалып жатады. Яғни технологиясы мықты дамыған мемлекеттердің өзінде. Бұл енді біз енді қазақстандық деңгейде айтып отырмыз ғой. Егер әлемдік деңгейде қарайтын болсақ та, жалпы террористік топтар өте осы толықтай осы мүмкіндіктерін пайдаланып отыр деп айта аламыз. Бұл не үшін қажет дейтін болсақ, жалпы радикализм, экстремизм бұл интернетпен бірге келген дүние емес. Бұл егер бірнеше мыңжылдықтарда бүйтіп қарайтын болсақ, әрдайым бар дүние. Бірақ бұл осы интернет, бұл интернетте енді ақпараттың жылдамдығы өте жоғары және алаңы өте кең. Бір мезетте бүкіл әлемге сіз ақпараттыңызды еркін тарата аласыз. Сондай ақпараттардың ауқымы, көлемі өте көп. Яғни мысалы сотканы алсақ, былай кете береміз да, бір уақытта не есептеп қарайтын болсақ, қаншама ақпаратты күнделікті өзіміздің өзі, мысалы бір отырған өзінде телефонды қолға алғанда бірнеше нәрсені қарап тастаймыз. Ол адамның миына, ол адамның жаңа психологиясына өте теріс әсерін береді. Негізі енді ғылымда адамның миын енді әртүрлі зерттейді ғой. Ол жерде біздің миымыз негізі қандай шешім шығару керек, қалай жаңағы кері жаңағы реакция беру керек, қай кезде не істеу қажет, оның бәрі біледі. Ол алдын ала біліп бәрін біліп тұрады. Алайда біз жаңағы интернетте отырып әртүрлі ақпаратты бәрін осылай қолдана берген кезде басымызды әртүрлі қоқысқа, әртүрлі нәрсе толтырып тастаймыз. Бұл кезде адамның миын жұмыс жасауына да бұл теріс жаңағы әсерлерін береді да интернеттегі. Жалпы енді қазір ойыңызды бөліп жіберейін. Біз енді әлеуметтік желінің қолданушысы ретінде мен діни контенттерге өте көп кезігемін. Оның ішінде кәдімгі кәсіби дін мамандары, мешіт имамдары, ұстаздардан бөлек қарапайым адамдардың өзі дінге қатысты ақпарат бөлісіп жатады. Одан бөлек әлеуметтік желіде түрлі пабликтер бар осы бағыттағы. Енді бұлардың көбейіп кетуінің немесе дінге қатысты ақпараттың тым көбейіп кетуінің бір қауіпті тенденциялары бар ма арасында? Енді әрине бар. Бұл жерде мына нәрсені біз білуіміз керек. Негізі дін бұл бір ғылымда үлкен. Негізі дінге үлкен ғылыммен, біліммен келетін дүние. Енді әлеуметтік желіні ашып қарайтын болсақ, дін туралы ақпаратпен бөлісіп, дін туралы контент жасап жатқанның барлығы дін мамандары ма деген сұрақта. Егер нақты дін мамандары болса, ол қоғамға жаңағы дұрыс бағыт бағдар бере алады. Ол қандай дін маманы, оған да қарауымыз қажет. Ал бізде қазір қарайтын болсақ, діни жаңағы не теологиялық, не дінтанулық білімі жоқ әртүрлі мамандар, дінге деген қызығушылығы бар, өзі практикалық тұрғыда дін ұстанады, сонымен бөлісіп жатады. Кейбіреулері ішінде неофиттер деп енді жаңағы дінге енді келген, жаңағы бүкіл эмоциясын сөйтіп, жаңағы агрессиямен бүйтіп көрсетіп жататындар болады да. Яғни мен ақиқат осына дұрыс жолдамын, сендер адасып жатсыңдар, тағы басқа деген сияқты. Ол әлі не бір дұрыс кітап оқымаған, діни сауатын, діни жаңағы фундаментін дұрыс қалыптастырмағандардың өзі осы әлеуметтік желіні алып, мысалы осылай отырып подкаст жүргізеді, тағы контент жүргізеді. Бұның бәрі кері әсерін беруі мүмкін. Біз керісінше оны дінді дұрыс жағынан жаямыз деген ниет болуы мүмкін. Мысалы керін, бірақ ол кері әсерін береді да. Керісінше адамдар діннен алшақтату немесе діни теріс түсініктерді қалыптастыру, радикалды, деструктивті жаңағы әрекеттерге алып келуге әсер етуі мүмкін. Енді біз мысалы қазір мысалы психологияны кейбір психологтар шықты, жаңағы дінді пайдалану арқылы, діннің мысалы қазір қоғамға қарасақ, жастар арасында дінге қызығушылықтың несі өте жоғары. Яғни соны пайдаланып өзінің хайп үшін дейді, аудитория үшін, ақша үшін осы дінді пайдалану оңайда. Яғни дін туралы айтып жатса, адамдар тез келеді, деген сияқты. Біздің қоғам, біздің мәдениетімізді немізді алсақ, ол исламмен байланысты да, институттағы жаңағы исламды жамылып, әртүрлі осындай контенттер жасап жатады. Бұл шын мәнінде енді діни тұрғыдан қарасақ та, жаңағы мемлекеттік құндылық, ұлттық құндылық, жаңағы ұлттық ұстаным, мемлекеттік ұстаным тұрғыдан қарасақ та дұрыс емес нәрсе.
яғни нақты қазақта сөз бар ғой, жаңағы тауық сойса да қасапшы сойсын дейді. Немесе анау белгілі осы социология және әлеуметтану ғылымының дамуына бір үлкен үлес қосқан Ибн Халдун деген ғалым бар. Осы кісі мемлекеттің қоғамның құлдырауының кері кетуінің бірнеше себептерін көрсетті. Соның біреуі қоғамда қашан адамдар өз ісінің мамандарын, ғалымдарды, жаңа сарапшыларды тыңдамаса, оларға бойұсынбаса, сол кезде қоғам кері кете бастайды дейді. Енді қазір біз қалай қарасақ, қоғамда мысалы психосоматиктер деген пайда бола бастады, немесе дінді жаңа пайдаланып психология жасайтындар, діни блог жасайтындар пайда бола бастады. Бұлардың көбісі, басым көпшілігі діни теологиялық дұрыс білімі жоқ. Тіпті жаңағы біреулердің дұрыс психологиялық білімі жоқ, дұрыс теологиялық білімі жоқ, бірақ ортақ бірнеше жасағысы келеді. Ал бұның бәрі біздің қоғамды дамытуға емес, қоғамның дұрыс сана, дұрыс құндылық, дұрыс мәдениет қалыптастыруға емес, керісінше жаңағы кері кетуге, сананың тоқырауына осындай бір әсерін тигізуі мүмкін деп есептеймін. Сондай жаңа жоғарыда бір нәрсені айтып қалдыңыздар ғой, жаңа психологиялық қалай нетуі мүмкін деп. Алдында мысалы интернетте де өте көп видеолар бар ғой, жаңағы осынау экстремизм бабы бойынша солмен сотталған, немесе Сирияға барып келген әртүрлі азаматтарымыз, бауырларымыз отыр. Бәрін айтатыны көбінесе сол уағызшыларды әртүрлі тыңдап кетіп қалған. Олар өмірінде көрмеген уағызшылар. Жаңағы уағыз айтып отқан жаңағы өздерінің лидерлері бар ғой, деструктивті ағымдардың. Олардың өздері де олар адамдармен жақын қарым-қатынасы болмаған. Бірақ қарап тұрсақ, адамдар солар тыңдау арқылы Сирияға кетіп қалған, болмаса әртүрлі экстремистік әрекеттерге, террористік әрекеттерге барған деген секілді. Бұл сонда қарап тұрсақ, бұл соның қаншақты әсер еткенін көрсетеміз. Мысалы, алдында сонда көп адамдар естісек, көбісі Дарын Мубаракты тыңдап кетіп қалған. Осы алдында осы бір 3-4 ай бұрын ба Дарын Мубарак сұхбат береді, сол жерде осы мәселені көтереді жүргізуші. Дарын Мубарак айтады, жоқ, мен оларға ешнәрсе айтқан емеспін, мен джихадқа шақырған емеспін, ол туралы айтқан жоқпын, мен ол адамдарды көрмегенмін. Ал бірақ адамдар соның уағыздарын тыңдау арқылы кетіп қалды ғой. Яғни бұл психологиялық әсер ету. Оны тікелей мысалы айтпау мүмкін, барып жарып кет, мемлекет кәпір мемлекет, кейбір нәрсені ашық айтпау мүмкін. Бірақ жаңағы астармен ол өзінің әдіс тәсілдері бар. Әрі уағызшылардың осы психология әдістерді пайдалану арқылы адамдардың санасына, психологиясына әсер ету. Осы жаңа психологиялық әдістер дейсіз, мен өзім жеке байқаған дүние, бұл кейбір парақшалар болады. Әдемі постерлармен бөліседі, жұма қабыл болсын, немесе басқа да дұрыс нәрселерді айтып келе жатады да, оның дұрыс ақпараттың біреуі теріс болуы мүмкін. Енді оны жарайды, біз енді аздап сауатымыз бар, аңғарамыз, көп кісілер аңғармай қалып жатуы мүмкін да. Енді осындай бағыттағы экстремистік ақпараттарды тарататын топтармен, немесе жасырын ақпарат тарататын топтармен күресудің бір заманауи әдіс тәсілдері бар ма, технологиясы? Қалай күресеміз біз бұнымен? Жоқ, бұл жерде енді ол шын айтқанда біз былай түсінуіміз керек та, өйткені жаңа Ауырлан өте дұрыс айтты, ақпараттың қазіргі таңда ауқымы өте үлкен ақпарат. Ол біз қазір енді уәкілетті орган ретінде де, біз сарапшы ретінде де, мысалы әрбір топ болмаса жаңағы пабликтер туралы біз ақпарат ол жеткізу аудиторияға мүмкін емес нәрсе, оны білесіз, әрқайсысынан сипаттап отыру. Бірақ бұл жердегі біздің міндетіміз бірінші кезекте бұл осы саланың маманды ретінде, азамат ретінде міндетіміз бұл бірінші кезекте осы жалпы халықтың, оның ішінде біздің жас буынның бойында осындай қауіпті топтарды, жалпы қауіпті контент жариялық топтарды анықтаудың бір универсалды өлшем шарттарын беруіміз керек. Мысалы жалпы ол өйткені бірінші кезекте өзіңіз келіп отырсыз, немен кіріп отыр? Ол яғни медиамен келіп отыр. Яғни бірінші кезекте біз бұл жерде айтамыз медиа сауаттылық мәселесі. Өйткені ол мысалы кез келген ақпаратты тексеру. Өкінішке орай қазір біз көбінесе осы жаңа айтып отқан адасқандар мәселесі болған, Арулан көтерген мәселе қарасаңыз, сол кезде мысалы Сирияға қатысты мысалы кейбір кейстерді қарасақ, мысалы Сирияға барған азаматтарымыз көбінесе мынау топтарда жалпы монтаждалған видеоларды көрген. Мүлдем ол Сирияға қатысы жоқ. Мысалы оның алдында монтаждалған видеоларды көрген. Бірақ оны ешкім тексермеген. Ол видео ол Сирияға қатысы бар ма, жоқ па? Ол видео қайдан шықты деп.
мен өткенде де алдыңғы сұхбатымда айттым, бірінші кезекте бұл жалпы деструктивті топтар, мысалы ол ақпараттар не үшін беріледі, мысалы ақпараттар беру олардың саясатында, ақпарат беру саясатында олар не істейді, олар мүмкіндігінше ол берген ақпаратқа қарсы пікірін болмау жағын қарастырады да. Қарсы пікірін болу, бұл деген не? Бұл адамның бойындағы сын тұрғысынан ойлау деген қабілетті жою. Көріп отырсыз ба? Егер де сіздің бойыңызда кез келген ақпарат қабылдағанда сын тұрғысынан ойлау қабілеті болса, яғни кез келген ақпарат тексеретін сіздің құзыретіңіз болса, онда сіз осындай топтардың қармағына түспейсіз. Өйткені ол сіз өзіңіз кез келген ақпарат қабылдайтын кезде оны тексеріп аласыз, тексеріп қабылдайсыз, яғни тек қана бір жақтама кете бермейсіз де. Ал сіз мысалы ол тексеру деген не? Тексеру деген бұл кез келген нәрсені тексергенде сіздің қандай қабілетіңіз көрінеді? Сіздің сын тұрғысынан ойлау қабілетіңіз көрінеді. Сондықтан біздің қазіргі жас буын халық осындай топтарға бірінші кезекте сол кез келген контентті, берген контентті тексеріп үйрену керек. Яғни бұл ретте біз қазір айтамыз, бірінші кезекте біз осы айтамыз ғой, қазір қоғамда өте өзекті сауаттылықтар қазір бір тізбесі қалыптасты ғой. Оның ішінде құқықтық сауаттылық деген бар, мысалы өз құқығын білу. Сонымен бірге мынау алаяқтарға алданбаудан, мысалы болмаса жаңағы қаржы жинаудың әдебін қалыптастыратын қаржылық сауаттылық деген бар, дұрыс па? Сол секілді біз қазіргі таңда осы әлеуметтік желіде қазір сарапшылар айтып жүр ғой, әлеуметтік желі гигиенасы деп. Яғни интернеттегі өзіңізді ұстау. Осы гигиенаны қалыптастыратын біз медиа сауаттылық деген дағынды біз балаларымызға меңгертуіміз керек. Ол кейінгі жас буыннан бастап меңгеру керек. Бұл да бір осы жаңағы сіз айтқан қазір енді ол жаңа Арлан айтқандай, біз қазір көптеген адамдардың шынында да өздеріне бір рухани бағдар іздеу, рухани ізденістер, ол біздің қазіргі жас буында көп. Дінге деген қызығушылық, діни ақпаратқа деген қызығушылық. Енді өзіңіз білесіз, қазіргі мынау кез келген тек қана ақпарат нарығы емес, кез келген нарықта қандай бір қатып қалған қағидат бар. Ол не? Сұраныс болған жерде ұсыныс болады дейді. Сондықтан ондай сұраныс болғаннан кейін ол сондай ақпараттар көбейіп жатыр, дінге қатысты контенттер. Бірақ өкінішке орай ол контент қандай? Жаңа айтқан секілді, біз енді бұл жерде менің өзімнің жеке көзқарасым, жеке пікірім, бұл ретте біз яғни осы діни ақпараттардың нарығы деп қарастырайықшы, діни контентті нарығы деп қарастырсақ, ортасы деп қарастырсақ, бұл кезде біздің бірінші кезекте соған яғни ақпаратты, сол ақпараттардың біздегі бір қазіргі таңда бәсекелес ортасы қалыптасып келе жатыр. Яғни мысалы ол сізге бір жаңағы псевдо сарапшы деп айтайықшы, псевдо сарапшы ақпарат беретін болса, оны мысалы 10 ұры болатын, екінші сол саланың маманы айтты бағана, маманы сарапшы сол деңгейде болатын болса, онда кез келген уақытта ол адам тек қана сол ақпараттан қалмайды, ертең оны жоққа шығаратын ақпаратты көреді. Сол арқылы яғни біз осы біздің еліміздегі дін саласындағы сарапшылардың бір несі жаңа айтады ғой, табиғи сұрыптау дейді ғой. Яғни табиғи түрде өзі біз қазіргі таңда көбеюден кейін бұл ішіндегі қайсысының ақпараты пайдалы, қайсысының ақпараты шын, қайсысы осы кез келген факт чекингті өтеді деген тұрғыда қарастырсақ, өзі орта қалыптасады. Қазіргі таңда ондай ортада қалыптасып келе жатыр, бірақ әлі енді толыққанды болған жоқ. Сондықтан бірінші кезекте осы біздің қазіргі міндетіміз бұл, айтамыз ғой, төл дейміз ғой, төл отандық осы дін саласында өзіңіз саласының маманы, яғни дұрыс ақпарат беретін, біздің жастарға дұрыс бағдар беретін осы сала мамандарының бір шоғыры қалыптасып келеді. Бүгінгі біздің міндетіміз осы шоғырды кеңейту, арттыру, үлкейту. Сол кезде ғана біздің кейінгі аудитория, біздің жастар көреді. Сол арқылы өздерінің айтады ғой, жаңағы дұрыс бағдар беруші сарапшылар таңдайды. Бірақ ондай жаңағы мәселе ол көбейді, ол жаңағыдай псевдо сарапшылар, өздерінің псевдо сарапшы, мүлдем дін саласынан хабары жоқ, ал дінді ол жаңағы халықты алдау үшін пайдаланатындар болды. Болмаса өзінің контентін өткізу үшін пайдаланатындар болды. Олар тек қана дінді өздерінің құралы ретінде пайдаланды. Ал енді бірақ ал дінді тәрбие ретінде, болмаса дінді басқа да дінді жалпы осы қоғамды түзеуде, болмаса қоғамға дұрыс бағдар беруде, қоғамның дамуына, болмаса сананың жаңғыруына пайдаланатын сарапшылар қазіргі таңда қалыптасып келе жатыр. Бірақ әрине мен көп деп айта алмаймын, бірақ қалыптасып келе жатыр. Біршама бар. Бірақ болашақта егер де осы біздің жаңағы қоғамда осы бір үрдіс, жақсы үрдіс өзінің жалғасын табатын болса, жаңағы Арлан айтып өткен неофиттік, болмаса басқа да деңгейдегі
түрлі сарапшылар, псевдоуақытшылар, ол өзінен өзі түсіп қалады. Өзінен өзі түсіп, өзінен өзі ол басқа бір бағытта кетуі мүмкін да. Сондықтан біздің қазіргі біздің міндетіміз осы өзінің белгілі бір деңгейде осы салада биікке шыққан, өзінің бір нақты ұстаным қалыптасқан дұрыс бағдар бере алатын біздің сарапшы мамандарымызды көбейту, арттыру. Жалпы енді факт чекингтің өзектілігі өте жоғары ғой. Кейде бізде Мьянма қырғыны кезінде болды сондай. Мьянмаға мүлдем қатысы жоқ, одан ертеде түсірілген фотосуреттер таралып, бірақ соны Мьянмамен байланыстырып жатты да. Бұндай көп. Қазір енді технология айтарлықтай дамыды. Мысалға сіздер факт чекинг жасаған кезде, діни ақпараттарды талдаған кезде топтарды бір жасанды интеллектті қолдану, заманауи технология қолданасыздар ма? Ол қандай әсер етіп жатыр қоғамға? Енді қазірде сол енді өзіңіз өте өзекті мәселені қозғап отырсыз. Себебі көп жағдайда адамдар қандай алдын ақпарат келді, соны тұтына береді, оның рас па өтірік па оны ажырата қоймайды. Сосын жаңа эмоциямен сол ақпарат тексерместен бөлісіп жатады, осындай нәрсе болып жатыр екен деген секілді. Ал кейіннен жаңа анықталып жатады, шын мәнінде ол бірнеше жылғы бұрынғы дүние болуы мүмкін, басқа елде болуы мүмкін, ол Қазақстанда деп шығару мүмкін, ол басқа елде болуы мүмкін деген секілді жағдайлар өте көп. Бұл жақта енді біріншіден бұл енді дін мамандарының да олқылығы деп есептеймін. Осындай кейбір жағдайда уақытында дер кезінде шығып әр нәрсені орнына қою керек та. Мысалы жаңағыдай әлеуметтік желі мүмкіндіктерін пайдалану арқылы қай ақпарат дұрыс, қай ақпарат қате екендігін уақытында жеткізу керек халыққа. Бізде енді осындай олқылық кетіп жатады уақытында, яғни ақпарат бермеу. Бұл бір. Екіншіден енді жаңа технологияларды пайдалану, енді бұл әртүрлі, әркім өзінің тәжірибесіне қарай, ыңғайына қарай, әрине сарапшылар, мамандар негізгі сенімді дерек көздері, ресми деген секілді, сол дерек көздерін жаңа талдау арқылы, контент анализ дейді, басқа дейді, әртүрлі енді әдістер бар. Осыларды жүргізу арқылы белгілі тұжырымға келеді. Сондай-ақ енді ол маман ол жаңағыдай сарапшылық нақты пікір бере алады да, қай жерден қандай ақпарат, ол халық барлығы бірдей ондай деңгейде болуы мүмкін. Кейбір қарапайым халықта, оны дінтанушы, исламтанушы теолог болмаса да, ақпараттарды өзі де интернетке кіріп, сол ақпараттың дұрыс-бұрыстығын қарай алады. Енді ол мүмкіндіктер көп қой. Кез келген адам телефонды қолдануын біледі. Оған бір адамдарға ол нәрсені үйретіп те аса қажет емес. Тек сол нәрсені сондай мәдениетті қалыптастыру, яғни түсінікті қалыптастыру керек. Факт-чекингтен өткізу деген секілді. Бұл бір. Екіншіден жаңағы жасанды интеллект айтып жатамыз ғой. Енді бұны да пайдалануға болады. Қазір мүмкіндіктері өте көп. Яғни жазу арқылы кез келген ақпаратты негізі шығарып береді. Қазір тіпті жұмыс барысында да пайдаланып жатады адамдар. Бірақ әрине оны жасанды интеллекттен де бөлек нақты бір әртүрлі осы салаға қатысты сенім дерек көздері, сайттар болады. Мықты, ол ғылыми болуы мүмкін, сарапшылық болуы мүмкін, ақпараттық бағытта болуы мүмкін. Сол жерге жүгінген негізі дұрыс деп есептеймін. Жаңағы факт-чекинг мәселесіне қатысты. Және енді Мағжан атамыздың сөзі бар ғой, мен жастарға сенемін дейді. Одан бөлек қай мемлекетті алып қарасақ та, қай қоғамда жастар негізгі қозғаушы күш саналады. Және әлемдік тарихта қарап отырсақ, саяси күштер болсын, басқа да күштер болсын, осы жастар аудиториясын өз жағына тартып алуға тырысады екен. Енді біздегі еліміздегі жаңа сөз арасында айтып қалдыңыздар, дінге қызығушылардың басым бөлігі жастар. Және қазір қай мешітке барсаңыз да, немесе қандай да бір діни орындарына барсаңыз, көбіне жастарды көреміз. Жастар аңғал, ақпаратты сүзгіден өткізбей-ақ кез келген нәрсені қабылдап алуы мүмкін, өйткені тәжірибесі аз. Енді осы жас буынды енді дінге бет бұра бастаған, бұларды қорғап қалу, жаңағындай жат ағымдардан қорғау, жат ақпараттардан қорғау бағытында қандай жұмыстар істеліп жатыр, не істеледі жалпы? Енді бұл жерде өзіңіз білесіз, жалпы бірінші кезекте біз енді уәкілетті орган ретінде мен өз ойымды жеткізсем, жұмыстарға тоқталсам, бірінші кезекте өзіңіз білесіз, мынау ақпарат түсіндіру топтары бар. Ол екіге бөлінеді: республикалық және өңірлік ақпарат түсіндіру, дін мәселелері жөніндегі ақпарат түсіндіру топтары. Бұлар қазіргі таңда жалпы ақпарат түсіндіру жұмыстарының басым бөлігі осы жастарға арналған. Мен сізге айтайын, министрліктің
осы жалпы жастар арасында ақпарат түсіндіру жұмысына арналған бөлек жобасы бар. Яғни біз қазіргі таңда бұл жастар, сіз айтқандай жалпы айтамыз ғой, әлеуметтік топтың ішіне осал топқа жатқандықтан біз жастар арасында ақпарат түсіндіру тобын қазіргі таңда жүйелі түрде, кешенді түрде жүргізіп жатырмыз. Оның ішінде енді мынау қазір мынау енді Арлан да келіп отыр, Астана қаласы зерттеу орталығы. Бұл жерде де арнайы мысалы біз өңірлерде бөлімдер жұмыс істейді. Яғни бүкіл жастарға, жастардың топтарын, оның ішінде колледждер бар, жоғары оқу орындары, болмаса басқа да жалпы жастар жұмыс істейтін өндіріс орындары бар. Солар сол жерде ақпарат түсіндіру жұмысы жүргізеді. Бұл жалпы негізгі жалпы біздің жастардың бойында осы радикалды идеологияларға деген иммунитет қалыптастыруға бағытталған жұмыстар. Енді екінші бағыт бұл қай бағыт? Бұл өздеріңіз білесіздер, қазір біздің жастар көп шоғырланған бұл әлеуметтік желі. Бұл да бір үлкен сала. Мысалы қазір Арландар мысалы сол бөлім басқарады қазір осы интернетке қатысты ақпарат интернет бөлімін. Мысалы біз қазіргі таңда өзіміздің осы әлеуметтік желіде ақпарат түсіндіру жұмыстарын жүргізген кезде жаңағы айтқан жалпы әлеуметтік ақпарат түсіндіру жұмыстары бар, және интернет кеңістіктегі жалпы ақпарат кеңістіктегі ақпарат түсіндіру жұмыстары. Бұл кезде жаңағы мысалы біз қазіргі таңда осы енді біз үйлестіруші органбыз, бірақ біз енді өңірлерге шығамыз, өңірлерді аралаймыз, өңірлердің жұмысымен танысқанды қарап отырған кезде біз жалпы осы өңірлердегі осы дін зерттеу орталықтары бар, дін істер басқармалары бар. Бұлар осы ақпарат кеңістіктегі жұмыстарда, алдын алу жұмыстарында бұл жастар аудиториясына ерекше көңіл бөледі. Өйткені бұл жаңағы контент әзірлеу кезде медиа жоспарлау дейміз ғой. Медиа жоспарлау кезінде бұл жастар бөлек топ ретінде қарастырып, яғни қазіргі жастардың арасында өтімді, жастардың арасында актуалды тақырыптарды қозғайды, және жастарға арналған өнімді мүмкіндігінше сол өнім жастарға өтетіндей қылып әзірлейді. Сондықтан енді әрине қазіргі таңда енді жастар өткен сайын келіп жатыр ғой бізге. Сондықтан мүмкіндігінше осы қазіргі таңда мен сізге айта аламын, уәкілетті орган өкілі ретінде айта аламын, біздің жалпы осы діни экстремизмнің алдын алудағы жұмыстарымыздың ішіндегі басым бағыттардың бірі бұл жастар. Бұл бүкіл жастарды ақпарат, оның ішінде жалпы оның ішінде жаңағы айтқан радикалды діни болмаса деструктивті ағымдардың болмаса ұйымдардың ерекшеліктерінен бастап одан қалай қорғану керек, олардың белгілерін қалай айқындау, сосын сонымен бірге егер де сондай қиындық болған жағдайда қайда хабарласу керек, қайда бару керек, бәрі жастарды ақпараттандырып. Оның ішінде жаңағы арнайы осы бетті-бет барып түсіндіру жұмыстарынан бастап интернет кеңістіктегі жұмыстар, сонымен бірге оларға әрқайсысына берілетін жаңағы ақпараттық жаңағы деп айтамыз ғой, парақшаларға дейін беріледі жастар. Яғни қазіргі таңда егер де көкірегі ояу, көзі ашық жас болатын болса, оның осындай теріс жолға деп айтамыз ғой, радикал идеологияның түспеуіне түрлі құралдар бар. Оны қазіргі таңда мүмкіндігінше барынша жеткізуге тырысып жатырмыз жергілікті атқарушы органдардың көмегімен. Бірақ әрине ол білесіз ғой, жас азамат әртүрлі, енді әртүрлі құндылықтар бар, әртүрлі көзқарастар бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл бағытта әлде болса да бізге ізденістер керек, әлде болса да біз өзіміздің біз әлде болса қазіргі біздің жас буынның танымын, сұранысын зерттеуіміз керек. Яғни сол жастардың сұранысына біз өніміз соған жаңағы сәйкес болу керек, солардың талаптарына жауап беруіміз керек. Сондықтан енді Арлан секілді жас азаматтар қазір келіп жатыр ғой, осында үлкен енді елордамыз Астанаға сондықтан осы енді жас азаматтар өздерінше енді айтамыз ғой, кейде айтамыз үлкен кісілер жастар түсіне бермейді деп. Енді осында жас азаматтар келгеннен кейін ойлаймын, енді қазіргі біздің жастарға не керек? Біз жаңа айтамыз ғой, қандай форматта беруіміз керек жастарға. Соны енді қазір аз емес, қазір мен айта аламын, өңірлердің ақпараттарын қараған кезде көптеген креативті дүниелер көп. Енді қазір өзіңіз жақсы білесіз, жастар кез келген ақпаратыңызды қабылдай бермейді. Сондықтан оларға да бір креативті, жаңа инновациялы дейміз ғой, жаңа бір контенттер керек. Сондықтан енді осы бағытта ізденістер болып отыр. Әрине бәрі керемет деп айта алмаймыз, бірақ сол бағытқа бағытталған қадамдар, ниеттер, мақсаттар, жоспарлар бар. Барынша жүзеге асып отыр. Жаңа Жәкең айтып өтті ғой, жас азаматтардың бірісіз, жас мамандардың бірісіз деп. Енді сіз өзіңізге жақын шығар мүмкін көзқарас, жастардың көзқарасын түсіне аласыз.
жалпы мына әлеуметтік желілер ғой қазір негізгі ақпараттың аламаны Мгм. болып тұрған. Баяғыда 2011 жылдары газет оқитын адам бар ма деп сұрақ қоятын, сатып алатын ақпарат үшін. Қазір жаңалық оқу үшін сайт ашатын адам бар ма деп сұрайтын дәрежеге жеттік те. Өйткені күнделікті ақпараттың барлығы әлеуметтік Иә. желіге кетіп қалды. Олар күш алып кетті. Сонымен қатар жаңағы діни ақпараттарды әлеуметтік желі арқылы Инстаграм бар, ТикТок бар, өте керемет таралып жатыр. Осының алдын алу және жастарға дұрыс ақпарат беру бағытында не істеп жатсыздар? Енді қазіргі таңда бірінші рет айтып кеттік қой, енді ақпараттардың өте көп. Ол жерде яғни бәсекелестік те жоғары. Мысалы 10 ақпарат болса, оны біз телефонды тұтқан адам барлығын бірдей қарай бермейді ғой. Яғни ішінен қайсы адам тартып алып кетеді, сол ақпаратты қарайды, яғни тұтынады. Біз бұл жерде яғни ол ақпараттың өзекті болуы, маңызды болуынан бөлек, ол ақпараттың сапасы да маңызды. Мысалы біз қазір подкасттың студия басып отырмыз, жүргізіп отырмыз, бұл жерде мысалы енді нәрсеге қарайды дейтін болсаң, дыбысының нақты таза шығуы, фонның дұрыс болуы, жарығы, барлығы ол қатты рөл атқарады. Яғни алғашқы бір 3 секундта адамды ұстап қалып алса контент, онда ары қарай ол контентті көру ықтималдығы жоғары. Ал егер алғашқы секундтардан бастап ол контент мүмкін ар жағында өте құнды дүние жатуы мүмкін да, бірақ жаңағыдай дүниелерге де, яғни детальдарға маңыз бермейтін болсақ, ол кезде жастарды осы ұстап қалу өте қиынға соғады. Сондай-ақ бұл жерде енді ақпараттың жету тәсілі де барынша қызықты болуы мүмкін. Не бір күрделі, не бір қиын тақырыптарды барынша қазіргі жағдайда болып жатқан өзекті мәселелермен байланыстыра отырып солай жеткізген өте маңызды. Енді мысалы өзімізде жаңа подкаст бірден түсіріп көргенде де бір интеллектуалды ғылыми дүниелер шын мәнінде өкінішке орай, ол бір өкінішке орай өтпей қалып жатады көп жағдайда. Себебі оның аудиториясы өте аз. Сосын адам қатты басын ауыртып, оны дүниеге тыңдап отырғысы келмейді. Біздің өкінішке орай жастар крипто ойлау жүйесі басқа дейді, бір жеңіл арзан дүниелерді ойлауға қарай кетіп бара жатыр. Яғни сол үшін де барынша күрделі тақырыптарды жеңіл жеткізуге тырысамыз. Бұның өзінің екі жағы да бар, жақсы жағы да, жаман жағы да. Яғни жаман нелер болуы мүмкін, кері әсерлер деген секілді. Мысалы енді қарапайым мысал, Нұрлан имам, қазіргі таңда әлеуметтік желідегі ең белсенді, ең танымал имамдардың бірі. Бұл кісі сол жастардың тілінде еркін, қызықты әзілдеп те, өмірлік мәселелерді қозғап та, жастардың арасында қандай тақырыптар, қандай трендтер болып жатыр. Мысалы, оған үлкендер, жастар қазір не болып кеткен, жастар ұсақталып кеткен, жастар қандай өлең тыңдайды деп айта салу әрине оңай да, бірақ сол дүниелерді пайдалана отырып, солардың несімен контент бере алсақ, әрине бұл өте жақсы. Мысалы енді Z ұрпақ деп жатамыз, бұл жерде мынандай ғой, бәрін бірден жеткізіміз келеді, жаңағыдай қазір болса, тез болса, оңай болса. Мысалы қазір жаңағыдай интернетте отырып бизнесін жүргізетіндер өте көп, курстар сатады, барлығы тез, жеңіл, бәрін жеткісі келеді. Бұрынғы уақытта енді сіздердің уақыттарыңызда ондай емес еді, кәдімгідей бір нәрсе жету үшін қаншама еңбек, уақыт, ол қазір ғана бола салмайды. Біз қазір 25-те уже бәрі үйі болса, әлеуметтік желідегі сондай иллюзияларға да алданады деген секілді. Оның бәрін енді оның дұрыс жағын, ол жағында түсіндіруіміз қажет негізі. Енді интеллектуалды ғылыми тақырыптар деп айтып қалдым ғой. Біздің қоғамда осы мәселенің бәрі түбірімен концептуалды шешетін бір нәрсе бар, ол ғылым. Біз әрине ол ғылыми, интеллектуалды сондай бір танымдық дүниелер өте қоймауы мүмкін, бағдарламалар, жобалар, бірақ біз оған басымдық беруіміз қажет. Ол 1-2 жылда, 3 жылда ол нәтижесін бермеуі мүмкін, ойлауы мүмкін, ешқандай нәтиже бермейді, бұндай жоба керек емес, қоя сал. Қазір жеңіл сондай дүниелермен айналсақ деген, ондай көзқараста дұрыс емес. Шынымен де қоғамға дұрыс пайда беретін, дұрыс құндылықтарды қалыптастыратын да сондай дүниелер керек. Себебі неге? Ғылыми негіз ол
фундамент сияқты ғой үйдің. Ол фундамент мықты болса, үйді қайттан тұрғызып, оны бұзып қайттан жаңағыдай басқаша бояуын әдемі қылып бояп, мынандай қылып келтіре бересіз. А фундамент ол әлсіз болса, ол үй құлап қалады. Сол үшін біз ғылым ол үшін фундамент болады. Ол дінде де болсын, басқа да болсын, біз соның несін жүйесін негіздеп берсек, ол ертеңгі ұрпақ ол жаңағыдай адаспайды, басқа жаққа кетіп қалмайды. Қазіргі бір негізгі мәселеміздің бірі осы болып отыр. Мысалы, алаш қайраткерлеріне қатысты небір көзқарастар болады. Біреу жаңа асқан діншіл қылғысы келеді, біреу тәңіршіл қылғысы келеді. Бір уақыттары Абайды, оларды сәләфит қылғандар да бар. Ыбырайдың өзін мысалы танымай жатырмыз, ол шоқынған дейді. Жоқ, жаңа өлеңдеріне қарасаң ондай нәрсе жоқ. Шоқанға да қатысты нақты, иә. Яғни бұл нәрсе, яғни біз әлі де солған бір ғылыми нақты тұшымды бір негіздемесін соны бере алмай отырмыз. Сондықтан әртүрлі дау-дамайлар діннің айналасында да былай кете береді. Дәстүрлі ислам деген нақты қандай, қалай болады, негіздемесі, әрбір айтқан ойдың артында негіздеме болу қажет. Тек қана ауаға құрылған артында ешқандай негізі жоқ дүниені айтуымызға болмайды маман ретінде. Ол арзан, жеңіл жеткізілген дүние болса да, оның негізі болу қажет кез келген дүниенің. Сол кезде біздің қоғамда дұрыс түсінік, дұрыс құндылықтар қалыптасады. Яғни бұл 1-2 жылда емес, ол 10, 20, 30, тіпті мүмкін 50 жылда өзінің жемісін беретін дүние да. Сол үшін осындай жағдайда да барынша контент жасау барысында жаңағыдай ұмыт қалдырмауға тырысамыз дегім келеді. Жалпы енді мемлекет деген ол мен, мемлекет деген ол біз деп жатамыз ғой. Бұл жаңағы деструктивті ағымдарымыз бар, басқа да экстремистік қозғалыстардың барлығының түпкі мақсаты билікке қол жеткізу. Осы ретте бұның алдын алу, олармен қарсы күресте қоғамның қолдауы өте маңызды сияқты. Мысалға, бауырлас Түрік елінде болған жағдай бірнеше жыл бұрын мемлекеттік төңкеріс орын алған кезде халық көріп, қазіргі президенттеріне қолдау білдірді, соның арқасында апаттан аман қалды. Енді біздің кезімізде осы деструктивті діни ағымдармен күресте қоғам мен мемлекеттің арасында ынтымақтастық бар ма? Енді әрине, енді бұл жерде өзіңіз білесіз, енді жалпы кез келген осындай бір елде сын қатер болған кезде, оның тек қана мемлекет қана күреспейді. Жалпы өзіңіз қазіргі таңда оның айғағы ретінде қазіргі таңда біздегі осы деструктивті ұйымдардан болмаса ағымдардан зардап шеккен адамдармен жұмыс істейтін бізде үкіметтік емес ұйымдар бар. Енді үкіметтік емес ұйымдар қазір осы жұмысқа тартылады. Бұл да енді қоғамдық институт ретінде. Енді екінші мәселе. Енді бұл жерде мысалы қарапайым адамға сұрақ туындауы мүмкін да. Мысалы мен енді қазіргі таңда осы бір айтамыз ғой, бір қауіпті ағымдармен болмаса жалпы деструктивті ағымдармен мен күресуде қандай үлес қоса аламын? Мысалы мен қарапайым азамат кәдімгі деп ойлайды, сұрақ туады. Мен не істеуім керек деген. Бұның жауабы да өте қарапайым. Мысалы ең қарапайым мысалы біз кейде айтамыз, осы өкінішке орай әлеуметтік желіде, интернет кеңістікте осы қауіпті ақпараттар көп дейміз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, көп кездеседі деп айттыңыз. Мысалы неше түрлі жалпы сапасыз ақпараттар, болмаса санасыз ақпараттар деп айтамыз. Бұл жерде мысалы ең қарапайым нәрсе, мысалы егер де сіз бір ақпаратты көрсеңіз, егер де ол біздің құндылықтарыңызға сәйкес келмесе, мысалы өзіңіздің біздің мемлекеттік жаңағы мемлекет тұрғыда құндылықтар болмаса басқа да жалпы адамзат құндылықтарға қайшы нәрсе көрсеңіз, осыдан ертең менің туысым болмаса өзімнің бала шағам болмаса жақындарым осы ертең осыны көрсе осыдан адасады, осыдан зардап шегеді десеңіз, ең астында кез келген әлеуметтік желінің астында бір кнопка болады. Ол шағымдану. Яғни кез келген азамат соны қарап өтіп кетпей, сол қарапайым ғана кнопканы басса, шағымдану деп. Осының өзі үлкен жұмыс деп айтарым. Кей уақытта мынау не сұмдық деп бөлісіп жатамыз. Ол бөліспейді. Жарнамасын жасап. Жарнамасын. Керісінше сіз тек қана қарапайым, егер де біз осы жерде мысалы бір 10 мың адам басатын болсақ, ол контент айтамыз ғой, қазір банға кетті дейміз ғой. Яғни ол контент жабылады. Яғни сол арқылы сіз өзіңіздің ортаңызды, өзіңіздің ауданыңызды, өзіңіздің ауылыңызды, өзіңіздің облысыңызды қорғайсыз. Көрдіңіз ба? Ең қарапайым ғана үлесі осы. Яғни қоғамдағы осындай нәрселерге бей-жай қарамау. Ол тек қана жалпы айтамыз, кейбір кезде айтады, осы діни экстремизм десе, болмаса экстремизм десе, ол тек қана уәкілетті органның жұмысы,
болмаса күшті құрылым жұмыс істеп жатады. Негізінде бұл біз енді айтамыз ғой, өзіміздің қоғамды бір таза ұстаймыз десек, біздің еліміз бейбіт болсын десек, біздің еліміз тыныш болсын десек, біз бәріміз үлес қосамыз. Сондықтан мен айтатын кеңесім, көбінесе біз енді кейбір кезде байқаймыз, жалпы анау ойын айтады, қоғам неше түрлі, бірақ нақты істеген кезде айтамыз, нақты істеген кезде осы істі ғана мен айтамын да кейде, бұл сіз осы арқылы өзіңіздің ортаңызды қорғайсыз. Өйткені енді жаңада Арлан да айтып өтті, көптеген адамдар жаңағы бізде кейде роликтер болады, қарасаңыз, қалай түстіңіз осы теріс жолға деген кезде көбісі интернет айтып жатады, интернетті айтады. Ал бізге нақты алаң көрініп тұр да. Сондықтан біз бәріміз ел, айтамыз, сөз бар қазақта, ел болып жұрт болып дейді ғой. Жұрт болып сондай қауіпті контенттерді көрген кезде соған шағым қалдыратын болсақ, онда біз өзіміздің ортамызды тазалаймыз. Кейде бізге айтады, сіздер неге осылар бұғаттамайсыздар, жоймайсыздар деп. Ол өте күрделі нәрсе, өте ол күрделі нәрсе. Ертең жалпы бізде ол шектеудегі мәселе, ол мәселені түбегейлі шешпейді. Сондықтан мүмкіндігінше біздегі жалпы жаңа айтқан сауаттылықтар мәселесі бар. Соларды бойымызда қалыптастырып, жаңағыдай қарапайымға үйде отырып сондай қауіпті контенттерге шағым жіберсек, онда біздің бұл қоғамның үлкен үлесі болады. Сол арқылы біз өзіміздің ортамыз. Әрине өте дұрыс айтасыз. Бұл бірлесіп азаматтық қоғам, мемлекет бәрі бірлесіп жасайтын ортақ іс. Өйткені біздің еліміздің болашағы, біздің еліміздің келешегі, бұның бәрі біздің ортақ міндет. Бәріміз осыған мүдделіміз. Өйткені еліміз тыныш болса, халқымыз аман болып, бұл бәрімізге ортақ мақсат, бұл алдымызда тұрған міндет. Сондықтан бұл жерде бір үлкен құндылық бар, бұл жауапкершілік құндылығы болса деген өзінің ойымыз бар. Сосын жаңағы Аруланның сөзіне де өзім қоса кеткім келеді. Өйткені енді өте маңызды мәселені көтеріп отыр, бұл құндылық қалыптастыру деген. Жалпы енді қазір білеміз, құндылықтар тізбесі деп айтамыз ғой. Әлем жаңа өзім сөзін бастадым, жалпы адамзат құндылықтардан басқа да қазіргі қоғамға керек құндылықтарды қалыптастыруда әрине жаңа фундаменталды ғылым деп тұр ғой. Бұл да маңызды нәрсе. Өйткені біз ойлаймын, бүгін бе ертең біз келеміз. Фундаменталды мәселеге. Өйткені біз мүмкін жаңа айтқан секілді, бұл ертең құндылықтар мысалы бір күнде қалыптасқан нәрсе емес. Құндылық деген бір күнде қалыптаспайды. Бірақ сол біздің бүкіл жұмысымыз, біздің қазіргі әрекетіміз, біздің қазіргі осы ақпараттық түсіндіру жұмыстары, алдын ала ақпарат насихаттық жұмыстары, соны бірге жалпы анау жаңа деструктивті радикалды насихатқа қарсы насихат жұмыстарының бәрі осы болашақта қоғамда белгілі бір деңгейде осы дұрыс құндылықтардың қалыптасуға алып келу керек. Мысалы, өйткені жаңағы біз айтамыз, біздің мақсатымыз да сол ғой. Жалпы біздің бүкіл ақпарат түсіндіру жұмыстары неге негізделген? Бұл адамдардың осы экстремизм жалпы идеологиясына қарсы иммунитет қалыптастыру, қарсылық қалыптастыру, яғни соны бірге оны қабылдамау қалыптастыру, осындай иммунитеттер қалыптастыру. Сондықтан бұл жерде осындай иммунитет қалыптасқасын, адамдардың ол қоғамда да дұрыс құндылық қалыптасады. Яғни біз қазіргі жұмыстарымыздың бәрінің түпкілікті бұл мақсаты, бұл жүйесі, бұл әрине біз қоғамдағы дұрыс құндылықтар алып келуіміз керек. Ол құндылықтар біздің елімізді, халқымызды дұрыс жолға, яғни дамуға алып келу керек. Жалпы енді иммунитет қалыптастыру деп айтып қалдыңыз. Көп жағдайда мамандардың көпшілігі айтады, бұл ұлттық құндылықты, ұлттық дәстүр мен мұратты алдыға қойған кезде осы жат деструктивті ағымдарға қарсы адамда иммунитет қалыптасады деп. Енді біздің қазақтың тарихын қарасақ, анау қарлұқтардан бері қарай ислам діні қалыптасқан екен. Одан беріде енді қазақ хандығы болып құрылғанның өзіне 500 жылдан астам уақыт өтті. Осы аралықта дін сұрыпталып, жүйеленіп бір ізге түсті ғой. Бірақ қазір дәстүрді түбегейлі жоққа шығаратын топтар пайда болды. Немесе дәстүрге арқа сүйеп, дінді жоққа шығаратын топтар пайда болды деген сияқты. Мен осыны бір қоғамға түсіндіретін мүмкін этнограф мамандарды, теологтармен қатар этнографтарды да тарту керек екен. Ол өте орынды мәселе көтеріп отырсыз. Жалпы бұл бағытта мен жаңа тағы айтқым келеді. Ақпарат түсіндіру жұмыстарында тек қана теолог мамандар емес, дінтанушы, оның ішінде сіз айтқан тарихшы мамандар бар, этнографтар бар, оның ішінде психологтар бар, оның ішінде басқа да осы қоғамдық мамандықтарға кіретін өз саласының мамандары, білгілер. Бұның бәрі өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда бұл енді жалпы салт дәстүрге қатысты, этнографияға, әдет ғұрпқа қатысты қазір ақпарат түсіндіру жұмыстарында қолданылады. Бұл өзекті мәселе. Екінші мәселе тағы да мен жеке өзімнің
осы елдің азаматы ретінде өзім кейде отырып салыстырамын ғой. Сол кезде қарасам, жаңа кім айтты ғой, Арлан айтып қалды, адам өзіне не іздейді деген, жалпы рухани ақпарат іздеген кезде мен кейде мынандай бір не шығады, параллель шығады да менде, өзімнің жеке тұжырымым, жаңағы субъективті дейді ғой. Мысалы қазір адамдар иммунитет, мысалы егер де тән саулығы деп қарастырайықшы, тәннің саулығы мен жанның саулығы деп қарастырсақ, мысалы адам тәннің саулығына қарастырғанда витамин іздейміз. Витамин іздейміз ғой, витамин іздеп барамыз да барып, жарнамасы жарып тұрған кәдімгі сырттары керемет, бірақ оның құрамын біз түсінбейміз, не бар екен құрамында. Ол ертең қаншалықты ағзаға зиян екен. Бірақ сол ең басты жазып қойған, жаңа бойыңды өсіреді, миыңды өсіреді, енді неше түрлі бар ғой, неше түрлі позициялар несі, витаминдер бар ғой. Соны аламыз да, бірақ біздің сол бір үйден шығып барып сатып аламыз ақшаға. Бірақ келеміз, ол кейін бізге зиян тигізеді да, басқа. Ана айтады ғой, дәрінің бірінші зиян тиеді, бауырға зиян тиеді. Біз бауыр деген айтамыз ғой, бәріміз бауырымыз деп айтамыз ғой, жақын адамды бауыр тартамыз, бауырына басады деген сөз бар қазақта. Бірақ сол үйде тұрып, мысалы қарапайым қара шаңырақ дейтін болсақ, кез келген үйдің артында бау бар. Ауылда өзіңіз білесіз, алмасы төгілген, жеміс төгілген. Бірақ соның біз барып, ол біздің жаңағы өзіңіз айтқан әдет ғұрпымыз, тарихымыз, салт санамыз ғой. Бірақ біз оны барып алмаймыз да, оның қорқыт демейміз. Біз барамыз, жаңағы айтқан радикалды, деструктивті, қауіпті нәрсені барып кейде сондай видеоларды, кітаптарды сатып аламыз ғой. Көрдіңіз бе, мен сондай параллель келтіріп отырмын да. Яғни біз өзіміздің артымызда кәдімгі керемет саялы алма ағашымыз пісіп, тіпті жерге түсіп жатыр. Бірақ оны біз аман барамыз да, үйдің артына келмейміз, тарихқа келмейміз. Біз барамыз да тек қана барып, жаңағы барып аптекадан қымбат сатып аламыз да, одан біз барамыз да ішеміз, оның кері әсері тиеді. Бауырға фильтр өткізетін, яғни адам маңызды ағзасы ғой. Сондықтан біз өзіміздің жаңағы айтады ғой, өзіміздің ұлттық салт дәстүріміз бізге жат бола бастайды, тарихымыз жат бола бастайды да, яғни адамның бауыры қата бастайды да. Көрдіңіз бе? Адамның бауыры қата бастайды. Яғни сол кезде біз өзіміз шынына келген кезде, одан бауыр қатқан деген адамның өмірде қиындайды. Сондықтан айтады қазақта ең мәселе, айтады бауыр мәселесі дейді. Сол сәт мен айтамын да, кейде өзім, сондықтан мүмкіндігінше біз осы өзіміздің қарапайым ғана ауламызда өсіп тұрған, тіпті тегін деп айтамыз ғой, кітапханалар тұрған неше түрлі кітап қорлары бар, соны оқымаймыз да. Соны пайдалансақ, біздің бойымыздағы жаңа витаминдер бар ғой, қажетті витамин, сол арқылы біздің бойымызда қалыптасады да. Біз барып жаңағы кейбір деструктивті, радикалды кітаптарды сатып аламыз да, шетелден алдырамыз кейде. Болмаса шетелден көреміз, соны ішеміз да, біздің өзіміздің соны бойымызға сіңіргесін, біздің өзіміздің ұлттық болмысымыз, ұлттық бірегейлігіміз бізге жат бола бастайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан менің айтатын кеңесім, мүмкіндігінше біз осы қара шаңырақтағы өзіміздің қара шаңырағымыздың, өзіміздің төл әдебиетіміз, өзіміздің төл мәдениетіміз, өзіміздің төл тарихымыз, өзіміздің салт дәстүрімізбен қалыптастырсақ, иммунитетіміз жаңағы. Сонда біз ол ешқандай оның бар ғой, табиғи өнім дейміз ғой. Табиғи өнімнің бізге зияны жоқ қой. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазіргі біздің қазіргі жұмысымыз, қазіргі енді жас буынға біз қалай беруіміз керек? Жас буынға біз одан не істейміз? Одан сок жасап беруге болады. Қазір сокты көп ішеді, дұрыс па? Болмаса ең құрығанда компот жасап деп айтамыз, сол сияқты біз беріп отырсақ, нәрін, ең болмаса алманы өзін бере алмасақ та нәрін бере алсақ, онда біздің жас буынның бойында дұрыс иммунитет қалыптастырады деп отқаным ғой. Бұл жердегі жаңа мәселе дәрумен мәселесі де. Кейде осы бір параллельді келтіремін да, кейде осы өзім. Сондықтан менің ойым, жалпы айтқан сияқты табиғи түрде өнім болса деп. Сол үшін анау кезінде де былай қарасақ, Шоқанды да, Абайды да енді бәрін тәрбиелеген әжелері ғой. Бізде анау отбасы институты дейді, өзіміздің былай қарасақ, кезінде баланы тәрбиелеген тек ата-анасы емес еді. Қазіргі уақытта бала көбіне ата-анасы, оның үстінде де ата-анасын күнде көре бермейді деген сияқты. Бізде жаңағы ата әжесі бар бірінші. Кезінде мысалы ертегілер, қиссалар, аңыздар, әртүрлі жырлар оқып берген. Ол нәрсе, мысалы оны барып жаңағы дінді бірден барып тықпаламаған өзі. Мысалы дін келгенде де бірінші ол мынау халал, мынау харамды келмейді, адамның жаңағы дұрыс мәдениет, дұрыс құндылық, әдеп, көркем мінезді қалыптастыру арқылы келеді. Ал бізде қазақта өзіміздің немізге байланысты жаңағы қиссалар бар, аңыздар бар, жырлар бар, бәрі ол тәрбиеде тұнған. Соны мысалы әлемге деген көзқарас, дүниетаным, соның бәрі сол арқылы қалыптасқан, яғни құндылықтар,
балаға жастайынан кішкентайынан ертегілерді алсақ оның тәрбиелік мәні бар, жаңағы дүниетанымдық әртүрлі мәселелер осы арқылы бала қалыптасқан. Кейін оның мысалы ағасының тәрбиесі бар, жеңгенің, жезденің, бір ауылда сөйтіп, енді ол кезде енді бір ауылда ру болып, ауыл болып бәрі туғанда сөйтіп тұрды ғой. Сол кезде мысалы егер бір қылмыс бірдеңе болса, олар өздері жазасын берген, өздері тәрбиелеген, ар ұят, ұждан деген нәрселер, жаңағы әдеп деген нәрсе бірінші тұрған, иә. Яғни сол жазалардың өзі ұландай бүйтіп қалай адамның жаңағы ар ұятына, несіне қатты тиетін, намысына сондай болған. Яғни адамды тәрбиелеу, осындай бір дүниелерге маңыз берген. Енді жаңағы Жәке айтып отыр ғой, құндылықтар, сол жаңағы өзіміздің несі иммунитет деп, соған қатысты енді қазақта енді қазіргі уақытта енді біз жаңа қоғам туралы сұрап жаттыңыз ғой, сұрағыңызда. Біз былай қарасақ, жаңа радикалды жаңа діни ағымдар қалай істейді? Бірінші жаңағы сен құндылықтарынан бас тартқызады. Анау харам, сенікі дұрыс емес деген секілді. Кейін отбасынан алшақтатады, ата-анаңнан, қоғамнан алшақтатады, сонда мемлекеттен алшақтатады да, сені алып кетуге тырысады. Яғни бүкіл құндылықтарын. Осы тұрғыда енді бізде енді әртүрлі тәсілдер болуы мүмкін, бірақ мынау біріккен ұлттар ұйымы сосын деп айтып жатамыз ғой, барлығы осы зерттеулер жасаған кезде ең бір тиімді тәсіл, ең жоғары бұл. Бізде енді қазір тәсілдер бар ғой, әрине оны жоққа шығару болмайды. Ол да жүру қажет. Жаңағы өшіру материалдарды, контенттерді бұғаттау секілді ол бүкіл әлемде болып жатыр. Бұл да бір жасанды интеллект арқылы да қолдануға болады. Мысалы ондай тәсілдер жүргізе беруге болады. Бірақ негізгі мәселе бұл бір қоғам болып осы бір дұрыс нәрсені қалыптастыру, яғни атсалысу, әрбірі осыны сезіну керек. Өзіңіз жаңа өте жақсы мәселені көтердіңіз, жаңағыдай бізде енді этнографтар, басқа мамандар бар. Діндегі бұл мәселелер радикалдану тек бізде дінмен келіп тіре беруге болмайды, тек қана ол дінтанушы, исламтанушы айтады, бірақ ол мәселені олар түбегейлі шеше алмайды. Олар тек діни тұрғыдан дұрыс қана көзқарас қалыптастырып береді. Бірақ оның сыртында қаншама мәселелер бар. Ол саясаттанушылардың орны бар, әлеуметтанушылар, этнографтардың, мәдениеттанушылардың, тарихшылардың, әдебиетшілердің бәрі дұрыс осы бір дүниені қалыптастырмай, оны біз жаңағы мәселелерді түбегейлі шешім алмаймыз. Жаңа экономикалық мәселелер бар деген секілді. Осы қоғам ретінде қандай салалар бар, барлығы бірдей жұмыс жасаған кезде ғана бұл мәселеде өзін жаңағыдай шешім табады. Енді яғни ұлт ретінде, мемлекет ретінде жаңағы бірегейлік дұрыс қалыптасып мықты болғанда осы мәселелер өздігінен шешіле береді деп ойлаймын. Бұл енді бұл жерде айтып тұрған бұл мысалы кейде осы қоғамда қате түсінік бар да, жалпы осы экстремизм, терроризм мәселесі бұл тек дінмен, бұл негізінде өте орынды мәселе. Өйткені біз бұл жерде жалпы әрбір мүдделі тарап өзіне берілген міндетті дұрыс орындау керек та, дұрыс орындап жалпы дұрыс бағыт бағдар болған кезде бұл өте кешенді мәселе. Сондықтан бұл мәселеге біз кешенді түрде қарауымыз керек. Жалпы жаңа Арулан жақсы айтып өттіңіз, сөз қазақ баласын үш ауыз сөзбен тәрбиелейді дейді. Обал болады, ұят болады, жаман болады. Осы үдерістен ажырап қалып жатқан сияқтымыз кейінгі уақыттарда, өкінішке қарай. Енді жалпы сұхбатымызда соңына таяп қалды. Бір-екі ауыз сөзбен қорытындылап өтсек, оның ішінде мынау алдағы уақытқа не жоспарлап отырсыздар? Мынау деструктивті ағымдардың интернетте ақпарат таратуын шектеу, қоғамды, оның ішінде жастарды қорғау бағытында келешекке қандай жоспарларыңыз бар? Арулан, сен айтып, сосын мен өзім қорыта салайын. Енді қазіргі таңда мен осы жұмыс бағытым негізі осы дінтанушымын, оның үстіне дінде зерттеу орталығында осы жаңа қарсы насихат материалдарын әзірлеу бөлім басшысымын. Яғни біз осы тікелей осы интернет кеңістікте материалдар, контенттер әзірлеумен айналысамыз. Енді бірнеше жобалар бар. Жалпы келесі жолға да енді бір жаңа жобалар жоспарлап отыр. Жаңағыда өзіміздің қазақ даласында небір ғұламалар, ойшылдар өткен, соларды жаңағы таныстыру мақсатында. Біз білмейтін небір, енді біз жаңағы бәрі қазір қазақ деген кім, мен қазақпын, яғни қазақ ол кім, немесе жаңағы өзінің рухани бір несін ізденістер көп қой қоғамда. Сол ізденістердің әсерінде ол әртүрлі жаңағы топтарға жолып қалады, небір діни топтарға, ағымдарға, немесе енді жамағаттарға болсын. Яғни бұл жерде біздің өзіміздің жаңа ұлттық бірегейлігімізді, рухани платформамызды қалыптастыратын ол дүниелер бар да.
Ол өткен ғасырларда өткен талай біз білмейтін, біз енді Абай шәкәрімдерді айтамыз, одан бөлек қаншама ақындар, ишандар, әулиелер небір өткен, иә. Осылардың еңбектерін, мұраларын қолымыздан келгенше, енді бір оның бәрін игеріп тастадық деп айта алмаймын. Енді соларды халыққа жеткізу мақсатында жобалар жасауды жалпы жоспарлап отырмыз. Себебі нақты адамға иммунитет болатын, құндылық болатын, бағыт бағдар болатын осы өткен тұлғаларымыз деп есептеймін. Сондай ақ енді жеке тұлға ретінде енді жаңа бағана айтып қалдым ғой, ғылым деп. Сол енді қазір енді осы соңғы 4-5 жыл енді таза жұмыста, практикада жұмыс. Бірақ кез келген маман, кез келген ол қоғамға пайда тигіземін деген маман, ол оқуды, әлі де жаспыз ғой енді, оқуды міндетті түрде ұмытпау керек. Енді оқып, ғылыми ізденістерді жалғастырып, соның негізінде ғана қоғамға пайда бере аламыз. Себебі мысалы мен жұмыс істеп жатырмын, бірақ түсіне бастаймын да, бір уақытта мен уже ары қарай беретін дүнием азая бастайды. Яғни енді ол беретін тағы да бір қоғамға пайдалы болуым үшін маған үлкен ізденістер керек, тағы да тіл оқуым керек, ғылыми ізденістер, мүмкін шетелге шығу деген секілді. Мысалы осының негізінде енді бұл енді жалпы қазіргі жас мамандарға айтарым, яғни ізденіс тоқтап қалмау керек. Сол кезде ғана біз енді қоғамға бір тұшымды, пайдалы нәрсе бере аламыз. Яғни біздің контентіміз адамға ой салу керек та. Жай ғана ақпарат ол ұмытып қалады. Ол қазір адам онсыз да ақпарат өте көп, оның бәрі сақтала бермейді. Мысалы сосын оны халықты жаңағы әртүрлі нәрсемен қорқыта берудің қажеті жоқ. Мынау адамға ой салатын, танымдық сондай бағытта жұмыс жасауға тырысамыз алдағы уақытта. Өте аралымдарын қазір естіп отырып, шын өзекті мәселені көтеріп отыр. Біз енді уәкілетті орган ретінде біздің мақсатымыз жалпы осы енді республика бойынша осы бағытты үйлестіргеннен кейін біз жұмыстың қарқынын арттырамыз. Сонымен бірге осы жолы біз негізінен енді келер жылы 25-ші жылға қадам басып жатырмыз ғой. Негізінен мүмкіндігінше осы берілетін осы контент ақпараттың өтімділігін, тиімділігін арттыру үшін аудиторияның сұраныстарына зерттеуді, зерделеуді одан ары қарай күшейтеміз деп отырмыз. Осы арқылы біз болашақта осы әрбір берілген ақпаратты тек қана бос жібермей, сол ақпараттың айтамыз ғой, межеге дейміз ғой, межемізге болмаса нысанаға дөп тиюіне бағытталған жұмыстар жүргізетін боламыз. Жалпы осы. Әлемді өзгерткіміз келсе, бүгінгі сұхбатта айтылған өзекті ойлар бар. Оның ішінде теріс бағыттағы ақпаратты кездестірсеңіз, оны шағымдану, әрі қарай таратпау, жалған дүниелер деген сияқты әңгімелерді есте сақтап бөлісе жүріңіздер. Келесі сұхбатта кездескенше аманшылықта жүздесейік.